Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз алдыңғы сабағымызды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы тіл, қарым-қатынас құралы. Оқу мақсаты қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Оқушылар, біз бастауыштан бері алфавитпен таныспыз. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Олардың 28-і қазақ тіліне тән дыбыстардан тұрады екен. Экранда көрініп тұрған әріптерге назар аударсаңыздар болады. Қазақ тілінің төл дауысты дыбыстарының саны 9. Олар А, Ә, И, О, Ү, О, Ү, А, Ә. Ал қазақ тілінің төл дауыссыз дыбыстарының саны 19. Олар Б, Г, Г, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, дауыссыз У және Ш. Қазақ әліпбиінде кірме сөздерде кездесетін дыбыстар бар. Олар В, Ф, Қ, Ц, Ч, Ш, Ә, Х, Ё. Мысалы, шахтер, вагон, қаһарман, серкуль, тағы басқа сөздерде осындай әріптер кездеседі екен. Қазақтың төл сөзінде және кірме сөздерде кейде дара, кейде бірнеше дыбыс қосындысын таңбалайтын әріптер бар. Олар У, И, Я, Ю. Мысалы, аю, қоян, сою. Яғни, бұл әріптерді айтқан кезде бірнеше дыбыс қатар естілген сияқты болады. Кірме сөздерді таңбалайтын дыбыстық мәні жоқ әріптер бар екен. Олар жіңішкелік белгісі мен айыру белгісі. Мысалы, коньки, подъезд деген сөздерде бұл екі әріп бізге естілмейді, бірақ сөздің ішінде жазылады. Оқушылар, мына жұмбақты ең бірінші болып шешіп, мұғалімге жолдаңыз. Құмай да бар, су да жоқ, тұман да бар, бу да жоқ. Биік те бар, ой да жоқ, киік те бар, қой да жоқ. Жауабын күтемін. Енді дауысты дыбыстарды одан әрі қарай талдайық. Тілдің қатысына қарай екіге бөлінеді. Жуан, жіңішке. Жуан дауысты дыбыстар А, О, 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 жіңішке дауысты дыбыстар Ә, И, Ү, Ү, Ә. Жақтың қатысына қарай ашық қысаң болып бөлінеді. Ашық дауысты дыбыстар А, Ә, И, О, Ү. Қысаң дауысты дыбыстар О, Ү, А, Ә. Еріннің қатысына қарай еріндік және езулік болып бөлінеді. Еріндік О, Ү, О, Ү. Езулік А, Ә, И, Ы, Ә. Дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді. Қатаң дауыссыздар Қ, К, Т, С, Ш, П. Ұяң дауыссыздар Б, Г, Ғ, Д, Ж, З. Үнді дауыссыздар М, Н, Ң, Л, қысқа И, Р, дауыссыз У. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін толық игердік деген ойдамын. Ендеше оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Сөздердегі түсіп қалған әріптерді орнына қойып жазасыздар. Яғни, қарамен белгіленген сөздерді көшіріп жазып, олардың ішінде бір әріп түсіп қалған. Сол түсіп қалған әріпті орнына қоясыздар. Тапсырмаларды толық орындап болғаннан кейін бүгінгі сабақ бойынша рефлексия жасайық. Мен түсіндім, маған қиынға соқты. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.